Ендеше енді әдістемелік құрал қалай жазамыз деген сұрақтар өте көп. Мен аттестациядан өтуім керек, конкурсқа қатысуым керек, тағысын тағы дегендей осындай сұрақтар өте көп. Қалай жазу керек, неден бастау керек, не істеймін, қалай оформлять етемін, қалай жазу керек, қай жағы дүниеден кейін не тұру керек дегендей осындай сұрақтар чат дейік, личка дейік, осындай сұрақ көп болғандықтан енді өзім тәжірибемде әдістемелік құрал жазғаннан кейін сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Енді мен өзім 2018-де соңғы әдістемелік құралымды жазған екенмін. 2 жесткий дискім бар терабайттан. Енді ана әлемнің ішін аралап сол бәлені таба алмадым. Бірақ дегенмен ол сіздерге енді кедергісін келтірмейді, барынша түсіндіруге тырысамын әріптестер. Ендеше мен демонстрацияны жасайын. Білесіздер ғой әріптестер, 40 минуттан өшіп тұрады, шығып кетпейсіздер, шығып кетесіздер, бірақ чатқа мен ссылка жіберемін, сол кезде қайтадан кіре қоясыздар. Түсінікті ғой да әріптестер? Солай қылып жасаймыз енді. Так, экран дейді, файлы дейді. Түсіне, осы зумды онша түсіне бермеймін. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар болатын болса, былай қыламыз. PDF форматтағы документке мен ссылка беремін. Енді бұл жерде авторлық құқық деген бар, чтобы қайталанбас үшін, плагиат болмас үшін, енді әдістемелік құралдың ішінде де авторлық құқық туралы жақсы білетін боласыздар. Сондықтан сіздерге ссылка берем. Ссылка бойынша қалаған уақыттарыңызда көресіздер, ұмытып қалған жерлеріңізді қайтадан көріп, сол бойынша әдістемелік құрал жазған кезде соны қарап отырасыздар. Самое главное, ссылканы бір Word документке салып қойсаңыздар, сол ссылкамен мен Canva деген платформада жұмыс жасаймын. Сол Canvaға сіздерге платформаға ссылка беретін болам әріптестер. Но документті қолма-қол бермеймін. Ендеше мен экранымды етейін. Мен экран көрініп тұр ғой да сіздерге? Ойбай, мен мұнан ашам ғой. Так, экран көрініп тұр ма әріптестер? Көрініп тұр, Әріптестер, ссылкасын қайта жіберіңізші дейді, Разия деген. Ну-ка, подождите, мен енді жіберейін, на жақта кірем деп. Қосылдым. Кірдіңіз ба, Разия? Кірдім. Все, хорошо, жақсы. Так, все. Әріптестер, енді негізінде әдістемелік басылым деген үлкен бір категория бар. Ол категорияға көп деген басылымдар кіреді. Ол әдістемелік құрал, хрестоматия, решебник, мұғалімдер болатын болса, решебник дейді, практикалық жұмыс дейді, өте көп бөлініп жатады. Ол пән мұғалімдеріне көбіне ол сай келеді. Бізге психологтарға осының ішіндегі сай келетін, енді бізге өте жақын келетін ол әдістемелік құрал болып табылады. Енді менде сұрақ болып тұр, жалпы әдістемелік құрал деген сіздің түсінуіңіз бойынша, сіз қалай түсінесіз әдістемелік құрал дегенді? Әріптестер, бізде дұрыс емес, дұрыс, бұрыс деген жауап болмайды. Бір-бірімізді біз шартсыз қабылдаймыз, безусловное принятие, бір-бірімізді бағаламаймыз психолог ретінде. Сондықтан сіздер ойларыңызды қысылмай айта берулеріңізді сұраймын. Әдістемелік құрал дегеніміз не? Методические рекомендации, наверное, құжаттар, істеген жұмысты бәрін содан аламыз. Құжаттардың жинағы ғой. Методические рекомендации деп жақсы айттыңыз, жаңа айттым ғой, әдістемелік басылымдардың өте категориясы көп, даже мен өзім есіме түспей тұр. Соның ішіндегі біреуі методические рекомендация болып табылады. То есть жас буын дейік, орта буын, немесе әріптестеріңізбен тәжірибе алмасу үшін, немесе методические рекомендацияға тек міндетті түрде психологтарға емес, сонымен қоса мұғалімдерге, пән мұғалімдеріне де сіз методические рекомендация жасап шығара аласыз. Жақсы айттыңыз, рахмет.
Ләззат Маратовна 20:00-ге дегенге асықпай жүргем дейді. Саламатсызбы? Түсінбей жатыр. Аха, Ләззат кірдіңіз ба? Жоқ, мен Нұржамал, мен де сағат кешкі 8-де ойлағам. Біз жаңа енді осы туралы үлкен жаңа әңгіме болды. Мен қателескенмін, кешірім сұраймын. Мен сағат Астана уақытысымен 7, батыста 8 деп ойлаппын ғой. Сөйтсем, қазір сізде батыста 6 екен. Сондықтан егер кірмей қалған, көрмей қалған әріптестер болатын болса, қайтадан өтемін деп айтып отырғанмын. Сондықтан сіз кешіккен жоқсыз, енді бастап жатырмыз. Дұрыс, жинаған жинақтарды, тәжірибені, білімді, қандайда бір продукты, осязаемый дейміз ғой, қолмен ұстап көре алатын, қолмен ұстай алатын, сондай жаңағы продуктке айналдыру ғой. Біз бірнеше жылдар бойы жұмыс жасап жатамыз, 5 бағыт бойынша жұмыс жасап жатамыз, соның бәрін бір жүйеге келтіріп, бір өзіміздің тілмен айтатын болсақ, кітап қылып шығару. Жақсы, ендеше әріптестер, кеттік. Мына жерде енді әдістемелік құрал дегеніміз, сіздер жылдар бойы жаңа алдын айтып өткендей, теориялық ақпаратты сіз іс жүзінде практикада қолданасыз, жұмыстанасыз, күнделікті 365 күн жылына дейік, енді 3 ай каникулда 60-тайтын болсақ, 365 күн сіз жұмыстанып жүрген дүниеңізді практикалық бағыттылығы бар әдіс тәсілдерге басты назар аударылады. Яғни сіз іс жүзінде тренингтеріңіз бар, жаттығуларыңыз бар, диагностикаңыз бар, 5 бағыт бойынша жұмыстарыңыз бар, соның бәрін әртүрлі формада болады, әртүрлі пішінде болады деп, әртүрлі форматта болады, групповой болады, индивидуальный болады, иллюстрация, кестелер сызбалар, то есть барлығы сіздің жиған, мысалы, сурет форматындағы индивидуальный жұмыстағы дүниелеріңіз, соның бәрін как на практикада қалай қолданасыз, соның бәрі әдістемелік құрал болып табылады. Яғни сіздің теориялық біліміңіз практикада қалай ұштасады, соны көрсететін, дәлелдейтін дейік, соны бейнелейтін дүниені әдістемелік құрал деп атайды әріптестер. Енді жалпы бұл құралдың мақсат, міндеті не, ол не үшін керек дейтін болсақ, ол сіздің теориялық қолданбалы біліміңізді өзіңіздің кейіңіздегі наставничество деп айтамыз ба, жаңағыдай қалай айтатын еді, өзіңіздің кейіндегі әріптестеріңізге тәжірибе беруді, сіз жинаған тәжірибеңізді жас буынға үйрету. Немесе жас буын емес, сіздің керемет бір жұмысыңыз бар болатын болса, керемет сіз бір тақырыпта ізденіп жүрсіз, и всегда сол тақырып бойынша біліміңізді тереңдетесіз, ізденесіз, жаңа трендтегі материалдарды табасыз, трендтегі дүниелеріңізді қолданасыз, және соны басқаларға неге көрсетпеске, сіздер жақсы болып жатса, жақсы получация етіп жатса, сіз соны жинап әріптестеріңізге көрсетесіз. Осылай жасауға болады. Мына проблеманы осындай жолдармен шешуге болады. Мен оны солай жасап көрдім, ол нәтижесін берді, және мен сіздерге соны ұсынамын деп әріптестердің игеруіне, сіздің озық іс тәжірибелермен танысуына көмектесу болып табылады әріптестер. Бұл жерде әріптестерін дегенде мен психологтарды алып отырмын, бірақ сонымен қоса сіз пән мұғалімдеріне де, немесе әкімшілік мүшелеріне де, немесе сіздің ауданыңыз, ауылыңыз дейік, мен камерам өшіп қалды, өкінішке орай. Сіздің ауылыңызда, ауданыңыздағы, мысалы, 10 шақты мектеп болатын болса, 10 шақты мектептің директорларына ұсынысыңыз, жаңағыдай жұмыс жасау жолдарыңыз бар болатын болса, сіз оны да әдістемелік құрал ретінде шығарып көрсете аласыз. Бірақ әріптестер микрофонды өшіріп қойсаңыздар, кедергі жасамайық бір-бірлерімізге, да. И сіз солай көрсете аласыз. Бірақ осы семинар форматындағы әріптестер деп айтып отырғанда, мен мектептің психологтарын мысал ретінде айтамын. Түсінікті ғой да? Бірақ негізінде білім беру процесіндегі
барлық әріптестерге, әр пән мұғалімдері барлығына да сіз әдістемелік құрал жасап ұсына аласыз. Оған құқығыңыз да бар, біліктілігіңіз жетіп жатса, материалыңыз көп болса, неге басқа да саладағы әріптестерімізге қаншалықты психологтың жұмысы бағалы, құнды, маңызды екенін көрсетпеске, солай өзіміздің бағамызды арттырмасқа. Так, мен камерамды қосып көре қояйын деп едім, қайтадан басып. Вроде қосылды, я, мен көріндім ғой деймін, әріптестер. Так, енді сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сұрақтарыңыз бар болатын болса, соңына дейін қоямын деген кезде ұмытып қалуларыңыз мүмкін. Егер осы айтылып жатырған презентация барысында түсініксіз нәрсе болатын болса, әбестігі жоқ, кез келген уақытта тоқтатып сұрауларыңызға болады, әріптестер. Микрофонды қосып сұрасаңыздар болады. Ендеше енді әдістемелік құрал деп айтып жатырмыз ғой, ол неден тұрады, вообще из чего состоит дегенде, әдістемелік құралдың құрылымына қазір көшетін боламыз. Құрылымында не болу керек, қандай бөлімдер болу керек, соның бәріне енді назар аударып отырыңыздар. Так, оп-оңай деп айтып қойын, әріптестер. Әдістемелік Айгүл Тынышбаева, ау, осы мысалы бәрін біз өзіміздің неміз болу керек қой, дәл осылардың бәрін өзімізден бір жерден, әр жерден құрастырсаңыздар, ол сіздікі болып есептелмейді дейді. жоқ, Гүлжанат, ол туралы айтамын. Алдыңғы презентацияларда бар, түсіндіріп айтамын. Әріптестер, қараңыз, әдістемелік құралдың 9 бөлімі бар. Бірінші мұқаба. Енді мен сіздерге қазір былай екінші Word документім бар. Word документтің негізінде просто құрғақ сөз болмасын, сіздерге көрсетейін. Мұқаба болады, одан кейін титулдық бет болады, одан кейін қысқаша аңдатпа, титулдық беттің теріс жағында, одан кейін әдістемелік құралдың мазмұны, одан кейін кіріспе болады, кіріспе немесе түсінік хат, екеуінің біреуі болады. И кіріспеде, и түсінік хатта болмайды, екеуінің біреуі болады. Либо сіз кіріспені аласыз, либо түсінік хатты аласыз. Екеуінің біреуін алсаңызда ол қателік болып саналмайды, әріптестер. Одан кейін негізгі бөлім жұмыс, яғни сіздің жұмысыңыз. И соңында қорытынды. Бір әдістемелік құралдарда қорытынды қолданбасаңыз да болады, кейде қолдануыңызға да болады. Сондықтан принципиально міндетті түрде қорытынды болу керек, немесе болмау керек деген жоқ. Заң бойынша, именно әдістемелік басылымдардың заңы бойынша осындай, пайдаланылған міндетті түрде әдебиеттер, одан кейін қосымшалар. Енді бізде көп техникаларымыз бар, сурет түрінде, оның бәрін біз негізгі бөлім ішіне салмаймыз, бөлек соңында қосымша ретінде салып отырамыз. Онда қазір айтатын боламын. Ендеше енді бірінші мұқабаны көрсетейін сізге. Мұқаба деген қандай болады? Ең бірінші бет қой, глянцы шығарамыз, әдемілеп қатты қағазға шығарамыз дегенде, түк қиыны жоқ. Кеше енді чатқа мұқабасын қалай жасаймын деп айтып жатыр ғой. Ол жерде мұқабада ешқандай сурет, ештеңе болмайды, әріптестер. Мұқабада мына жерде көріп тұрсыздар, міне мектептің атауы, өйткені әдістемелік құралды сіз қандайда бір ұйымның ішінде жасайсыз. Мына жерде аты жөніңіз болады. Одан кейін мен енді осы тақырып бойынша менің әдістемелік құралым болды, жаңа таба алмадым деген. Бір жерде бар, бірақ таба алмадым. И осы тақырып болды менде. Кіші жасөспірімдердің өзін-өзі бағалауын көтерудегі тиімді әдіс тәсілдер жолдары. Сондай тағы бір сөздер бар еді, ұмытып қалдым ғой, короче. Примерно осындай тақырыбын жазасыз, тақырып міндетті түрде, оны қазір алдыңғы презентацияда айтатын болам. Астына әдістемелік құрал. Мен мына жерде қате де жазуым мүмкін. Әдістемелік құралы деп жазуым мүмкін. Әріптестер, қалай ойлайсыздар? Енді мен кейде қазақша қате жіберетінім бар. Либо только әдістемелік құрал, немесе әдістемелік құралы. Бірінші бетке ғана назар аударыңыздар, мынаған ғана назар аударыңыздар. Одан кейін мына жерде қала и жыл кетеді. Оны да қазір айтатын болам. Точка қойылу керек па, қойылмау керек па, осы жөнінде бәрін айтатын болам. Бірінші бет мынау мұқаба саналады. Әрине енді
қатты қағазға, картонға, әдемі қағазға, глянцевыйға тағысын тағы шығара беруге болады. Бұл мұқаба. Әріптестер, мұқаба бойынша сұрағыңыз бар ма? Және бұл бірінші бет ішінде титулдық бет деген болады. Міне қараңыз. Мұқаба мен титулдық бетке жаңағы мен сіздерге көрсеттім ғой, жоғарғы бөлігінде ортасында әдістемелік құралды әзірлеп, жарыққа шығарып отырған ұйымның атауы көрсетіледі. Яғни сіздің мектеп. Сіз қай мектепте істейсіз, сол мектептің атауы көрсетіледі. Одан кейін автордың аты жөні жазылады, иә. Автор немесе құрастырушы, немесе топ, команда болуы мүмкін. Әр нәрсе. Енді мен мына жерде тек бір авторды ғана алып отырмын. Ортаңғы бөлігінде жұмыстың атауы, басылым түрі, жаңа мен айттым ғой сіздерге, әдістемелік басылым деген үлкен ұғым. Ішінде әртүрлі категориялар бар. Сондықтан бұл жерде енді мен әдістемелік құрал деп алып отырмын. Яғни басылым түрін жазасыздар. Либо хрестоматия, либо решебниктер, либо рекомендация, либо тағысын тағы. То есть бізде енді әдістемелік құрал. Жұмыстың атауы әдістемелік құрал беріледі. Жұмыстың атауы үлкен әріптермен жазылады. Әріптестер. Көріп тұрсыздар ма? Міне, үлкен әріптермен жазылады жұмыстың атауы. Енді монографияларды, ғалымдардың, университеттегі профессорлар, тағысын тағы барлығын жұмыстары осылай жасалады негізінде, да? Тақырып мысалы үлкен әріппен жазылады. Жұмыстың атауы үлкен әріптермен, басылым түрі, алғашқы әріпі үлкен, деген әріпі, қалғандардың бәрі кіші әріптермен жазылады. Төменгі бөлігінде, төменгі жаңа қала деп айттым ғой, қала, аудан, ауыл, тағысын тағы да сол жазылады, және құралдың жарық көрген жылы көрсетіледі. 2022 дегеннен кейін ешқандай точка қойылмайды. Әріптестер, микрофонды өшіріп қойсаңыздар. Сұрақ қойын дедім, Айгүл Баянова. Мына титулдық бетке аты жөнін жаздық қой. Мысалы біздің ғылыми дәрежеміз болса, ол жазылмайды ғой да титулный бетке, да? Жоқ, жазылмайды. Жазылмайды. Сіз деген мен магистрмын, немесе педагогика ғылымның магистрі болсақ ше, педагогика ғылымның магистрі деп жазбайсыз. Екінші әріптестер, мынау бірінші глянцевый бет дегенді примерно, глянцевый беттің екінші жағы пустой болады. Ештеңе жазылмайды. Бірінші бет. Одан кейін екінші бет титулдық бет. Титулдық бет тура осы бірінші мұқабадағы бет болады. Бірақ заң бойынша екінші бетте простой А4 деп алайық, простой А4-да осылай тұру керек. Дәл бірінші беттегідей. Түсінікті ме, әріптестер? Тағы бір сұрақ қойын деме, сәлеметсіздер. Және айтты ғой, тоже педагог, психолог деп жазуға бола ма, или жай ғана психолог деп жазу керек па? Так, мына жерде қараңыз енді. Тек қана аты жөнін жазасыз. Тек қана аты жөнін. Психолог деп қажет жоқ, иә? Өйткені ішінде кейіннен сіздің психолог екеніңізді көрсететін айғақтар, дәлелдер болады. Тек бұл жерден атақ, или мен мектептің директорымын, завучымын, или жаңағыдай физика пән мұғалімін деп жазбайды. Тек мына жерде кіші жасөспірімдердің өзін-өзі бағалауын көтерудегі тиімді әдіс тәсілдер деген кезде, понятное дело, психологтың жұмысы екен. Түсінікті ғой, әріптестер? Жақсы, түсінікті. Мұқаба мен титулдық бет түсінікті. Все, кеттік дальше. Енді мұқабаның теріс жағы, мұқаба емес, титулдық беттің мына жерде мен жөндемеген ғой. Мынау титулдық бет, мынау екінші бет титулдық бет болып табылады. Негізінде мына жерде титулдық бет деп мен жөндеп қоямын сіздерге, ссылканы беретін кезде кет қапты. Әдістемелік құрал туралы толық мәлімет беріледі. Ол белгілі бір тәртіп бойынша жазылады. Яғни жұмыстың атауы, басылымның түрі, бізде әдістемелік құрал, авторлардың немесе құрастырушылардың тегі, аты жөнінің бірінші әріптері және фамилиясының өзі. Басылым, әдістемелік құрал, яғни
Так, басылым орны, то есть қай қаладан, ауданнан шықты, сол жазылады, ұйымның атауы жазылады, басылымның жарық көрген жылы жазылады, бет саны көрсетіледі, сіздің құралыңыз неше беттен құралады, және одан төменірек 3-4 сөйлеммен қысқаша аңдатпа. Мен мына жерде мынаны көріп отырсаңыз, мынаны мысал ретінде алдым, и мына жақта ордым қайда? Мына жақта міне. Көрдіңіздер ма? Міне. Түсінікті ғой да, әріптестер? Так, жылжып кеткен ба? То есть, мына жерде кіші жасөспірімдердің жаңа мен реттілігі бар ғой, міне қалай реттілігі тұрып тұр, жұмыстың атауы, басылым түрі, міне жұмыстың атауы, басылым түрі, әдістемелік нұсқаулық, автор, Тасанова Айгүл, Алматы, мына жерде өзіңіздің мектебіңіздің атауы, қай жылы шықты, неше беттен тұрады, осының бәрін осы жерде көрсетіледі. Одан кейін мына жерде бет саны көрсетіледі, және одан төменірек 3-4 сөйлемнен тұратын қысқаша аңдатпа. То есть бірінші ашқан адам ішіндегі бүкіл сіздің елу бетіңізді оқымай тұрып, не туралы мына әдістемелік құрал, соны кішкене понятие иметь ету керек, чтобы түсіну үшін да. И осы жерде мен мысалы не туралы екенін аңдатпа жазып қойдым. Яғни әдістемелік құралдың мақсаты жас педагог психологтарға кіші жасөспірімдермен өзін-өзі бағалауын көтерудегі қолданылатын психологиялық технологиялар және практикалық жұмыс түрлерімен таныстырып, тәжірибе алмасу. Әдістемелік құралда кіші жасөспірімдердің жас ерекшелігіне сай негізгі қажеттіліктері, яғни мен концепциясын ескере отыра қарастырылған. Так, түсінікті ме, әріптестер? Мына титулды өзгертіп жібере қойайын, өзгермейді екен. Так, міне жаңа аңдатпа, төмендегі тұрған мынаның бәрі аңдатпа, жұмыстың 10 минуттан кейін аяқталады. Жұмыстың қысқаша мазмұны, не туралы айтылатыны, қандай мақсатта әзірленгені, кімге, яғни сіздің мақсатты аудиторияңыз кім, пән мұғалімдері болса, пән мұғалімдері, мектептің әкімшілік мүшелеріне болатын болса, әкімшілік мүшелеріне, оларға да біздің үйрететін дүниеміз бар дегендей, немесе ауданның мектеп директорларына тағысын тағы деп, осы жерде мақсатты аудиторияны жазасыз, және қандай көмек бере алады сіздің әдістемелік құралыңыз. Сіздің әдістемелік құралыңызды сол адамдар алған кезде ішінен шынайы қандай пайда көре алады, өзінің жұмысында қолданып, қандай нәтиже көре алады, соны жазылады. Яғни өзін-өзі бағалау көтеріледі. Осы әдістемелік құралдағы жұмыстанған кезде кіші жасөспірімдер міндетті түрде өзін-өзі бағалау көтеріледі. Мысалы, қолдану аясы туралы қысқаша мәлімет беріледі. Енді жаңағы мысал ғой, мен Wordқа салып қойған осы мысал. Так, менде мына жақта ойбай, кіре алмай тұрғаны. 8-де емес пе, басталды, қате жазылған екен, батыс уақытымен. Ладно. Так, аңдатпа кетті. Бағанағы біз мына жерде қай жерге келдік? Мұхабаны айттық, титулдық бетті айттық, қысқаша аңдатпаны айттық. Яғни үш бөлімі уже біз қамтыдық. Ендеше дальше кетеді уже сіздің жұмысыңыздың мазмұны. Яғни жұмысыңыздың мазмұны бойынша ішінде не бар? Бөлімдері, тараулар, тараушалар, тағысын тағы, әртүрлі болады. Бойынша құрастырылады. Бөлімдер, тараулар болмаған жағдайда тақырыпшалар беріледі. Тарау немесе бөлім санын автор өзі анықтайды. Сіз өзіңіз білесіз, неше бөлімнен тұратын, неше тараудан тұратын, неше параграфтан тұратын, неше тақырыптан тұратын, сіз өзіңіздің жұмысыңыздың ауқымдылығына қарай өзіңіз анықтайсыз. Ол міне мына жерде мазмұны, бет саны, енді мысал ретінде былай жазып қойдым. Сіз осы кіші жасөспірім, мысал ретінде кіші жасөспірім шақта жаңа өзін-өзі бағалауын көтеру үшін сіз не істейсіз, не қоясыз, осы жерде барлығы жазылады. То есть енді мен мына жерде мысал ретінде жаздым. Бірінші бөлім кіші жасөспірім шақтың теориясы. Жалпы әдістемелік құралды сіз әріптестерге бересіз ғой. Әріптестерге берген кезде
барлық нәрсе түсінікті болу керек. Әріптестер жұмбақты шеше алмай отырмау керек. Мынау не вообще мына жерде нені айтқысы келді, не нәрсе мынау, неге түсініксіз, неге бұл жаттығу алынды, немесе неге бұл жұмыс алынды, не үшін деп отырмау керек. То есть барлығы түсінікті болу керек. Сондықтан барынша енді мазмұнды кеңінен таратып алу керек. Мысалы ретінде бірінші бөлім, кіші жасөспірім шақтың теориясы, жалпы неге кіші жасөспірім кезеңде өзін өзі бағалауы, острый фаза деп айтамыз ғой, острый кезеңде болады. Не үшін екенін сіз түсіндіруіңіз керек. Мысалы менің мнением, көзқарасым бойынша, например, неге ол кезде олар осындай самооценкасының рөлі өте жоғары. Самооценка вообще түсіп кетеді, немесе шамадан тыс көп болады, неліктен да? Мен оның ми құрылысымен анықтап айтар едім, например. То есть мидың бөлігі жай 3 бөліктен тұрады. Соңғы 3 бөлікті ми теориясы бойынша, например, рептилді ми, лимбикалық ми және неокортекста. И кіші жасөспірім кезеңде қарқынды дамитын лимбикалық ми. Лимбикалық ми ол топта болу, топта өзін көрсету, топ дегенде адамдарды айтамыз, өзін көрсету, өзінің маңыздылығын арту, өзінің керек екенін ұқтыру, адамдарға ұқтыру болып табылады. Лимбикалық жүйе соға жауап береді. Сондықтан міндетті түрде теорияға мен нейропсихологияны, нейрофизиологияны ашып тарқатып түсіндіріп айтам әріптестерге. Сондықтан осы жас ерекшелікте, осы өзін өзі бағалауын көтеруде педагог психолог тереңнен жұмыс істеу керек екенін солай мен әріптеске түсіндіріп айтам. Әріптес сол кезде айтады: понятно, из-за этого, оказывается, осы балдардың өзін өзі бағалауы төмен болатын. И осы кезде міндетті түрде миы солай дамып, соны талап етіп тұрғандықтан біз сол талабын қанағаттандыруымыз керек екен. Сондықтан ол үшін жұмысты көп істеуім керек екен осы салада деп әріптес түсініп отырады. Түсінікті ғой да? Кіші жасөспірім шақтың ерекшеліктері, негізі қажеттіліктері, өзін өзі бағалаудың маңыздылығы неде екен. Уже мен осы жұмысты былай көремін, екінші бөлімінде психодиагностикалық жұмыстар. Тоже теория неліктен осы диагностикалар алынды, не үшін керек, ол туралы тоже тарқатып ашып беріп, осы жерде қандай диагностика жүргізесіз да, осы жерде мысалы Лейсинга диагностикасы, немесе Розенцвергтің диагностикасы, немесе Рубинштейннің өзін өзі бағалау диагностикасы да. Осы диагностикалар арқылы сіз қаншалықты балдарда өзін өзі бағалау төмен, немесе қалыпты емес, жоғары, осыны анықтауға осы жерде сіз уже жұмыстарыңызды ақырындап салып бастайсыз. Одан кейін мен үшінші бөлімді психологиялық ағарту жұмысы, тоже ол неге керек ағарту жұмысы, не үшін маңызды да, ол өзін өзі бағалауы қаншалықты адекватты болуы маңызды, адекватты болу үшін не істеу керек, не қою керек, осы жөнінде мен айтамын, например. Сіз оны қалай айтасыз, сіз оны қалай көресіз, ол уже сіздің видениеңіз. Түсінікті ғой да? Әр психологтың өзінің шеберлігіне қарай. То есть мен концепциясы не ол, неге керек, мен концепциясы осы кіші жас ерекшелікте қаншалықты маңызды, сол туралы айтуы мүмкін. Ал басқа әріптес мен концепциясы керек жоқ бұл жерде деп айтуы мүмкін да, и оныкі сенікі дұрыс емес, неге сен менің ойлағанымдай ойлайсың деп те айта алмаймыз. Әр психологтың өзінің видениясы бар осы тақырып бойынша. Төртінші бөлім, бесінші бөлім психологияға алдын алу, кеңес беру, түзету, дамыту деп алдын тарқатып ашып жазғаным жоқ. Өйткені ол уже это вот дайын жұмыс болып кетуі мүмкін да, и осы қазір әр жерде осы жұмыс таралып бірдей болып жүрмес үшін мен тек қана осы 3 бөлімді жаздым. Мазмұнын по страницам прям әріптес алсын, немесе іздеп отырмас үшін сіз страницасымен тек осы керек ет маған, тек қана қазір ағарту жұмысы керек болып тұр дейтін болса, қай бетте екенін жүгіріп ашып алу керек. Сондықтан мазмұнына да мән беру керек әріптестер. Так, сұрақ. Дальше. Так, менде 2 минут бар екен, мынаны айтып үлгеретін шығармын. Одан кейін бізде кетеді қайда?
Алардың дәл орындарынан жылжып кеткен, қалай жылжып кеткен. Одан кейін кетеді кіріспе, түсінік, хат. То есть, енді сіз оны қорғайсыз, да, оны сіз методический советке шығарасыз, мектебіңізде шығарасыз, ауданыңызда әдіскерге шығарасыз дегендей, да, бар ғой областной, городской, жаңағы осындай методический советтер, иә, сол кезде шығарған кезде психолог емес адамдар да отыруы мүмкін. Психолог отырғанның өзінде де бұл не туралы кіріспе, түсінік хат, тойсыз ашып тарқатып айтып беруіңіз керек, да. Кіріспе, мен жаңа жоғарыда айтқандай, либо кіріспе болады, либо түсінік хат болады. Екеуінің біреуін алсаңыздар болады, да. Біреулер кіріспе қылып алады, біреулер түсінік хат қылып алады. Но түсінік хат более андай, да, қалай айтсам болады, живойлау деп айтам ба, осылай, да. Мен мысалы всегда түсінік хатпен жазып отырам. Но кіріспе деген жаман деген сөз емес, кіріспе қылып та алып отыруға болады. Кіріспе это как бы біреудің затын айтып отырған сияқты көрінеді. Лично өзіме әріптестер, бұл мен субъективті ойым. Ал түсінік хат мен от души өзім нәрсемді айтып беріп отырған сияқты боламын. Сондықтан бұл менің лайфхакым сіздерге айтып отырған. Енді кіріспе хатта не қарастырылу керек? Әдістемелік құралының өзектілігі. Неге сіздің әдістемелік құралыңыз дәл осы уақытта дүниеге келу керек болды? Дәл сіздің мектебіңізде, дәл сізде осындай әдістемелік құралдың пайда болу керек болды? Неліктен? Сіз неге өзекті ол? Сіз өзектілігін жазуыңыз керек. Әдістемелік материалдарды құрастыруда автордың алға қойған мақсаты. Сіз осы әдістемелік құрал арқылы что вы хотите? Қазір мен бір нені қарап жіберейін. Нені қалайсыз да, қандай нәтижеге жеткіңіз келеді? Осы әдістемелік құралды сіздің әріптестеріңіз алған кезде сізге не үшін рахмет айту керек? Короче, не үшін сізге рахмет айту керек? Рахмет. Жаңағыдай универде емеспіз, сондықтан бізге практиктерге, мен өзім ойлаймын, прям қатал талаптар, чтоб деген ғылыми тілде жазыңыздар, сөздеріңіз ауыр болсын, жаңағыдай қиын күрделі болсын деп ешкім бізге талап қоя алмайды. Біз өзіміздің деңгейімізде, практика деңгейімізде жұмысымызды ұсына аламыз. Сондықтан қатты өзіңізге строго қарап, ойбай, неге мына жерде қарапайым болып кетті, немесе мына жерде ғылыми бір терминдер жетіспейді деп басыңызды қатырмаңыздар. Түсінікті ғой, да? Все, кеттік, мен демонстрацияны қойын. Әйтпесе сіздердің түрлеріңізге қарап, әп-әдемі түрлеріңізге қарап отыра бергім келеді, но демонстрацияны қосайын. Так, все, кеттік дальше. Поделиться. Так, мынаны жинап. Әріптестер, телевизордың дауысы естіліп жатыр. Ойбай, мен екінші рет. Телевизордың дауысы естіліп жатыр, өшіре тұрыңыздар. Түсінікті ғой, да, то есть кіріспе немесе түсінік хат осы жерде жаңа өзектілігін айттым, да, алға қойған мақсаты не? Сізде мақсат қоятын кезде маған әріптестер не үшін рахмет айту керек, осы құралды дүниеге алып келген үшін, не үшін маған рахмет айту керек деген сұрақты қойған кезде сізде мақсат шығады. Басқа да осындай басылымдармен, басқа да әріптестердің осы тақырып бойынша ізденген әріптестер болуы мүмкін. Егер бар болса, сіздің айналаңызда, сіздің ауданыңызда, немесе сіздің районыңызда, сіздің қалаңызда, осындай тақырыптар бар болатын болса, салыстырғанда сізде қандай ерекшелік бар, қандай жаңалығыңыз бар, қандай инновация, новаторствоңыз бар, соны да көрсетіп өтсеңіз болады. Ал егер сізде басқа жаңағы сол аудан, сол араласатын кәсіби ортада ондай тақырыппен жұмыс болмайтын болса, онда сіз салыстырмай да айтып кете берсеңіздер болады. Қандай көмек береді, күтілетін нәтижелердің қысқаша сипаттамасы. Сіз осы әдістемелік құрал арқылы не күтесіз, да? То есть кіші жасөспірімдегі балалар барлығы болмаса да ішінара деп айтайық, немесе өте төмен жағдайдағы оқушылардың өзін-өз бағалауын орта қалыпты жағдайға көтеру, немесе шамадан тыс жоғары өзін-өзі бағалауындағы оқушылар
окуучуларын калыпты жагдайга келтирүү дегендей, сиз не күтөсүз, сону жазып өтөсүз. Кіріспеде жұмыстың логикалық құрылымы және жұмыс барысында пайдаланудың жалпы қағидаттары. Неге сізде осындай бір ізділік, осындай логика сізде? Осыдан кейін неге мынау жүреді да? Өйткені психодиагностика жұмысты жүргізген кезде біз фокус группаны анықтаймыз. Фокус группаны анықтағандықтан оларды біз психокоррекцияға аламыз дейтінде сізде логика болу керек. В чем заключается ваша логика? Солай алып шығуыңыз керек. Кіріспеде мысалы ерінетін методический әдістемелік кеңесте ерінетін оқысы келмейтін әріптестер бар болатын болса, сіздің кіріспеңізде түсінік хатыңыздан түсініп, действительно жұмыс стоящий, жұмыс әдістемелік кеңестен өтуге құқығы бар дейтіндей ой туындатуыңыз керек. Так, әдістемелік құралдың негізгі бөлімі, то есть обязательно теория мен тәжірибе. Мен енді мынандай жұмыстарды көремін, енді әдістемелік жұмыс деп құрал деп саналады, бірақ ішінде тек қана жаттығулар беріледі, немесе тек қана тренингтер беріледі, тек қана коррекциялық жұмыстар беріледі. 10-20 жаттығу тұрады. Міне, осы жаттығулар істеу керек, осы тренингтерді өту керек, мына диагностиканы жүргізу керек деп та. И соны әдістемелік құрал деп санайды. Бірақ ода теория болмаса, тоже болмайды әріптестер. Теория міндетті түрде, білесіз ғой енді, теория мен тәжірибе қатар жүру керек, қатар жұмыс жасау керек дегендей да. Сондықтан неліктен сіз осы жаттығуларды алдыңыз, неліктен сіз осы диагностиканы алдыңыз, неліктен коррекциялық жұмысқа сіз осындай жұмыстар түрін қолдандыңыз. Кеше метафоралық карталар туралы әдістемелік құрал деп бағдарлама деп алып жатыр. То есть ол тақырып емес. Сіз ішінде неліктен сіз осы метафоралық картаны именно оно деген, например, я говорю, оно деген метафоралық картаны өзін-өзі бағалауында жеке жұмыста қолданасыз. Неліктен ол, не үшін, ол не береді? Сол туралы міндетті түрде там поэма, роман керек жоқ, но сіз аңдатпа ретінде теорияда беріп өтуіңіз керек. Неліктен осы жұмыстар алынды, неліктен осылай таңдалды, осы туралы да сіз міндетті түрде теория беріп отыруыңыз керек. Әдістемелік құрал жасау негізінде оңай емес, бірақ бір жасағаннан кейін от и то сапалығы ізденіп, сосын әдістемелік құрал бір күнде, бір аптада, бір айда, 2 айда дүниеге келетін дүние емес. Сіз тәжірибеңізді жинақтап жүріп, сіз дайындалып жүріп, 2 жылда, 3 жылда, енді өте сапалы, жақсы шығарам дейтін болсаңыз, 1 жыл, немесе сентябрьде бастадыңыз, майға дейін дегендей, осындай жұмыстардан тұрады, осындай уақытты алады. Бір аптадан, маған конкурсқа 1 апта уақыт қалды, мен 1 аптада әдістемелік құрал жазып жіберуім керек, бағдарлама жазып жіберуім керек деген, ол енді кәсібилікке жатпайды әріптестер. Түсінікті ғой да, ол жұмысты талап етеді, ізденісті талап етеді. Мына теорияның өзін ізденуге, тәжірибелік жұмыстарды осы тақырып аясында ізденуге, ол деген көп уақытты алады. Теориялық бөлікте қарастырылып отырған, әріптестер, 1 минут жаймен нем сақталды ма екен? 100%. Теориялық бөлікте қарастырылып отырған мәселеге қатысты теориялық материалдар, дәйектемелер қамтылып, автордың көзқарасы баяндалады. То есть неге сіз осы жұмысты алып жатырсыз? Сіз дәлел керек қой, неліктен осыны қолданған кезде міндетті түрде кіші жасөспірімдегі балада өзін-өзі көтеріледі деген, сіз өзіңіздің көзқарасыңызды салып отыруыңыз керек. Тәжірибелік бөлікте оны білім беру үдерісінде ары қарай қалай қолдануға болатыны түсіндіріліп, нақты мысалдар, әдістемелік нұсқаулар мен ұсыныстар айтылады. Әріптестер, осы жерде мен мынандай дүниені айтып өткім келеді. Ана әдебиеттен ізденіп салып, мына әдебиеттен ізденіп салып, практикада қолданбаған жұмыс, ол тайға таңба басқандай деп айтама қазақша, ол көрініп тұрады. То есть сіз бұл жерде нақты мысалдар, мына жаттығу, диагностика, тренинг, индивидуальное консультирование осы форматта нәтиже береді. Өйткені мен оның өзімнің тәжірибемде жүргіздім, көз жеткізілмеген дүние көрініп тұрады.
Біз тренинг өткен кезде де жаңа тренингтің мақсаты бойынша ішіне дүниелерді салған кезде біз өзіміздің видениямыз бар, осылай болу керек, былай болу керек деп ойлаймыз ғой. Бірақ сен сол тренингпен кірген кезде, сол тренингті обкатка жасаған кезде, мысалы 5 сыныпқа, 6 сыныпқа да, сол мысалы бір параллельда 10 сыныптардың бәріне жүргізіп көрген кезде әр сынып, әр бала өзі ұсыныс береді. Ауызша бермейді, көрініп тұрады да, мына жаттығу мына жерде былай болмайды екен деп шығамыз ғой. Или мына берген мынау ғибратты әңгіме не прокатывает, оказывается. Бұның орнына солай біз деген жаңағыдай наждакпен жылтыратқандай кедір бұдырдың бәрін кетіргенде, енді осындай метафора айтуға тура келіп тұр. Кедір бұдырдың әбден обкатка жасаған кезде 5 рет, 6 рет жүргізіп болған кезде, вот все, мына жерде мынау не пойдет, жас ерекшеліктеріне что-то жауап бермей тұр мынау дүние, мына лекция, теория, мини-блок, да, мини-блок, мини-лекция мынау келмей тұр, оның орнына мынаны қойған жақсы, мына жерде мына видеоны көрсеткен жақсы, мына жерде мына жаттығудың орнына осы жаттығуды қолданған кезде сол нәтиже берді, например, да. Сол сияқты сіз обкатка жасайсыз, содан кейін барып, вот это работает, мынау жұмыс істейді, мынау не работает деп сіз толық айта аласыз. Сіз егер интернеттен өзіңіз бағалауға мен мынандай күшті жаттығу тауып алдым, осыны әдістеме құралдың ішіне салсам болады, керемет дейтін болса, ертең әдістеме құралды әріптестеріңізбен бөліскен кезде сізге рахмет айтпай қалуы мүмкін. Не мынау түсініксіз? Былай істедім, болған жоқ деп. То есть сіз өзіңіздің бүкіл тұла бойыңыздан өткен дүниелерді сіз смело құралға жазасыз. Тұла бойыңыздан өтпеген дүниені сіз енді қажет, ойбай аттестация бір айдан кейін керек деп жанталасып жасап шығаруыңыз мүмкін, бірақ сіздің өзіңіздің қаншалықты оған көңіліңіз толады деген сөз ғой. Сіз сіздің бүкіл тұла бойыңыздан өткен, бүкіл жерде қолданған дүниені сіз смело шығарасыз. Түсінікті ғой әріптестер. Тәжірибелік бөлікте оны білім беру үдерісінде ары қарай қалай қолдануға болатыны түсіндіріледі, нақты мысалдар, әдістемелік нұсқаулар мен ұсыныстар айтылады. Негізгі бөлім ең үлкен бөлім. Почти несі ғой? Почти бәрі ғой, енді негізгі бөлімде жұмыстың бәрі қыж-қыж қайнап жатырған жұмыстың бәрі негізгі бөлімде. Негізгі бөлім әдістемелік құралдың, сохранить етіп жіберейін, әдістемелік құралдың 90% алатын негізгі бөлім. Сондықтан сіз негізгі бөлімде осы кезде сіз көп ізденесіз, әдебиеттерді қарайсыз, интернетте қарайсыз, ізденесіз, сол тақырып бойынша курстарға қатысасыз, да, тренингтер өткізесіз, өзіңіздің біліміңізді шыңдайсыз, кітап сатып аласыз, презентация жасайсыз, оны әріптестерге шығарасыз, ата-аналарға шығарасыз, ата-аналарға ағарту жұмысы ретінде, әріптестерге коррекциялық жұмыс ретінде тағысын тағы. То есть сіз осы тақырыптың ішінде қайнап жүресіз ғой. Түсінікті ғой әріптестер, чтобы негізгі бөлімді шығару үшін. Қорытынды жаңа айттым, болмауда болмаса да ол қателік болып саналмайды. Тақырып бойынша микрофон әріптестер. Тақырып бойынша негізгі түйінді тұжырым. Сіз неге келдіңіз? Не сізді осы жағы мәселені шешудегі сіз қандай жаңалық дегенде Нобель премиясына біз өзімізді ұсынып жатқан жоқпыз. Міндетті түрде жаңа туынды шығару керек, жаңа ойын шығару керек, немесе жаңа жаттығу ойлап табу керек деген сөз емес. То есть сіз программаны құрастыру барысында барлығын бір-біріне ұштастырдыңыз. Неліктен ұштастырғаныңыз осындай нәтиже берді? Неге сіз мынау мен мынаны ұштастырғанда осындай шықты? То есть осы бір нәрсені екінші нәрсемен де ұштастырғаныңыздың өзі жаңалық болып табылады әріптестер. Түсінікті ма? Мен мысалы ештеңені ойлап, өткенде бірақ мен айттым, осы тренинг семинарына қатысқан кезде
22 жылға қарады ғой енді стажым. Енді осы жылы уже жаттығуларды модификациялап жасап жүрмін. То есть бір жаттығуды модификация жасаған өзі сізге жаңалық болып табылады. Түсінікті ғой да? То есть мысалы қандай жаттығу менде есімде қалғаны, домик экономики жаттығуында біз просто так ауысады, ойнайды ғой, но осы жерде сұрақ арқылы, сұрақты қою, точечный сұрақ арқылы, егер жаңағы қызығушылықтары бірдей немесе осы киноны ұнататындар, кімдер, мысалы мен деп қолын көтереді, осы киноны ұнататындарды құтқару керек. То есть егер құтқарып үлгермесе, сол домик экономиктер шығады дегенде осындайға модификация жасасаңыз, ол сіздің жаңалығыңыз болып табылады, әріптестер. Табудағы жаңалығы тақырып бойынша конструктивті ұсынымдары мен нұсқаулар көрсетіледі. То есть теория. Бағана айттым ғой, 5 теория никак. Неге осы жұмысты таңдаған кезде, неліктен оны таңдалды, ол қандай көмегін беру керек, сол нұсқауларды айтып көрсетсеңіздер болады. Қорытындыға келдік, сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Соңында да енді, егер қазір бір туындап жатуы мүмкін, кейіннен есіңізге келуі мүмкін, жазып алып қойып отырыңыздар, соңында да сұрақ жауап айтары болады. Біз қорытындыға келдік, одан кейін пайдаланылған әдебиеттер. Әріптестер, біз ізденеміз да, интернеттен іздейміз, бір жерден бірдеңені көріп қаламыз, мына жер күшті екен, мына жер күшті екен. Бірақ біз сол интернетте көрген дүниеміздің ссылкасын сақтап алу мәдениетті қалыптаспаған. Кейін білмеймін, қай жерде көргенімді интернеттен бір жерінен тауып алдым деп отырсақ, ол дұрыс емес. Пайдаланылған әдебиеттер тізімін рәсімдеуде ең бірінші тізімнің басында ресми құжаттар. Егер сіз қандай да бір заңға сүйенетін болсаңыз, халыққа, нормативті құжаттарға, конституция тағысын тағы да, то есть документтерге сүйеніп, соның ішінен де сіз бір дүниелерді, теорияны алатын болсаңыз, или бала конвенциясының ішінен тоже керек дүниелер бар, яғни әр баланың құқығы бар, тапталмауға, өзін жоғары, өзін бағалауға, тағысын тағы деп. Сіз сол жерге де өзіңіздің ойыңызды, сілтемені алуыңыз мүмкін, қолданған кезде бірінші болып басында нелер тұрады? Нормативті құжаттар, заңдар тұрады, одан кейін барып, осы құжаттардан кейін қалған әдебиеттер, уже сіз қай жерден іздендіңіз, қандай ресурстардан алдыңыз, қандай сайттардан алдыңыз, егер просто текстін бір жерін алсаңыз, ол қандай сайттың сілтемелері, барлығы тұру, электронды кітап болса, электронды кітабыңызды, авторы кім дегенде осының бәрі міндетті түрде жазылу керек. Как попало емес, басында заңдар, документтер, құжаттар, содан кейін барып, сіз ізденген, қолданған әдебиеттеріңіз. Даже если сіз интернеттен бір жаттығуды тауып алдыңыз, өзін-өзі бағалауына арналған. Сіз сол жаттығуды қай сайттан алдыңыз, соны салуыңыз керек. Біз әдебиеттер, мен өзім баяғыда күлкім келеді, әдебиеттерді жазу керек деп айтады ғой, мен бірақ жазбаймын. Өзімше қызғанып жүрген түрім ғой енді. Ананы көріп қоймасын ешкім деп та. Но қай жерден алғанымды, қандай кітаптан алғанымды дегенде сондай да кейін, оказывается, ол мәдениет культура деген бар екен ғой. Исследовательская культура, зерттеу мәдениеті бойынша әрбір ізденген, ойлап тапқан, жасаған, жазған кісіге біз құрмет көрсетуіміз керек қой. Олардың біз еңбегін бағалауымыз керек. Ол оңай дүние емес. Сондай теорияны ізденіп, оны ортаға паш етіп көрсету бізге мұра ретінде қаншама ғалымдар біз ізденіп, бізге еңбегін сіңіріп беріп кеткен дүниелер, практиктер керемет ойындар, жаттығулар ойлап табатын. Біз оларға құрмет көрсетуіміз керек қой. Құрметтеуіміз керек, сыйлауымыз керек, еңбегін бағалауымыз керек. Осы форматта оғанда деген кеше жұмыртқа туралы нені салсам, пост қылып салсам, яғни іштей күш
ана жұмыртқаны жарып шығу керек. Оған сол түсінік кейін келді маған. Сондай деңгейлерден де өттім десем де болады. Түсінікті ғой әріптестер, міндетті түрде біз еңбекті құрметтеуіміз керек. Еңбекті құрметтеу үшін пайдаланған әдебиетіңіз мейлі 2 бет, 3 бет, 4 бет, 5 бет бола берсін, но сіз құрмет көрсетуіңіз керек. И бір жағынан ана әдістеме құралды қараған адам, мына кісі еңбектенген екен. Қаншама жерден ізденген, қаншама литератураны перелопатить еткен деп, ол да сізге бонус болады, сізге деген құрмет пайда болады. Егер бір кітаптарды қарасаңыз, әсіресе шетелдік әріптестеріміздің кітаптарын қарасаңыз, артында, кеше мен бір кітап сатып алдым, электронный деп айттым ғой. Әдебиеттер 50 бет қой. Әдебиеттер бөліміне специально барып, неше беттен тұрады екен әдебиеттер, маған сол жағы қызық. Әдебиеттер қараған кезде 350 беттік кітаптың 50 беті әдебиеттер екен. Көрдіңіздер ме әріптестер? Сол әдебиеттер міндетті түрде. Сол үшін сіз бір тақырыптан іздендіңіз ба, бір нені ашып қойыңыз, бір Word документті, и ссылкалар жинай бересіз. Именно мына ссылка не туралы, мына жаттығуды, да, например, домик экономика жаттығуы, ссылка, міне мен мына жерден алдым. Бір жаттығу дейді, немесе бір притча, ертегі, немесе видео, немесе тағы видеоның ютубтағы ссылкасын копировать етесіз, жанына не туралы мына видео. Өзіңізге, чтобы кейін қателесіп, мына ссылка не туралы еді, мына қайдан келген ссылка деп жүрмес үшін, өзіңізге сол көрдіңіздер ме, еңбек осыда, бірден әдістеме құрал жазылмайды дегенім осы әріптестер. То есть бір неге осылай қылып жинай бересіздер. Қосымшалар, бағана айттым ғой да, негізгі мәтінге енбеген, жаңағы бізде қосымшалар в основном жаттығулар, техникалар, сурет форматында, индивидуальный консультированияда біз әртүрлі схемаларды, әртүрлі жаңағыдай ресурстарды қолданамыз да, мысалы жаңағы жоғары терезесі, немесе жаңағы Декарт квадраты деп мысалы аламыз ғой да, немесе өткендегі тренингте айтылды ғой, құмырада эмоциялар құмырасы, осының бәрі, эмоциялар құмырасы, осының бәрін, ол бәрі бізде ана негізгі бөлім үшін жаңағы қою қаймақ болып тұрғанда біз сумен жаңағыдай разбавить етіп жіберіп, дәмін келтірмей, дәмсіз нәрсе қылып жасамауымыз керек. Негізгі бөлім ол қаймақ болып тұратын болса, қосымшаларды сіз бөлек шығарып қоясыздар. Бізде көбінде көбейту үшін, беттерді көбейту үшін ішіне фото, техника, жаттығу, үйіп сала береміз. Даже ертегі болсын сізде, да, ертегі терапиясы арқылы жұмыстағыңыз келсе, например, сіз ертегінде негізгі бөлімге мынандай 5 бет қылып салып отырудың қажеті жоқ, оның бәрі қосымшаға кету керек. То есть не разбавлять водой негізгі бөлімді, да, қою қаймақты жаңағыдай сумен араластырып, сапасын қашырмаймыз, оның бәрі қосымшада тұру керек. Негізгі мәтінге енбеген, бірақ құрал аясында ұсынылып отырған іс-әрекет түрін ұйымдастыруда маңызды болып табылады. Міндетті түрде ол маңызды. Психологияда тем более бізде қосымшада бір, өзім ойлаймын енді, кемі бір 10-15-20 бет қосымша болып қалады жұмыстанған кезде. Қосымшалар нұсқаулықтың соңында мәтіндегі аталу, сілтеме беру ретімен тіркеледі. То есть сіз негізгі бөлімде осы жерде осы ертегі айтылады. Ол қайсы қосымшада? Қосымша нөмір 5-те, қосымша нөмір 6-та деп сіз сілтеме беріп отырасыз да. Әрбір қосымша жаңа беттен басталады. То есть егер А4-де тек қана мынанша болатын болса, тексті астына қосымша 6, қосымша 7 деп кетпейсіз, келесі жаңа беттен көрсетілу керек. Так, жаңа беттен басталады, және өз тақырыбы болады. Тақырып міндетті түрде. Тақырып болғанда, мысалы, жаңағы ертегіңіздің аты не, соны жазып қоясыз. Әрбір қосымша, беттің оң жақ жоғарғы бұрышында қосымша сөзі жазылады. Так, мына жерде міне көрсетіп жіберейін. Так, кіріспе бағанағы түсінік хат. Так. Жоспар туралы айтам. Негізгі бөлім қорытынды пайдаланған әдебиеттер, содан кейін қосымша, міне, қосымша осы жерде тұратын болады соңында. Так.
беттің оң жақ ой не көрсетемін деп. Мына жерде қосымша болатын болса, астына қосымша номер 1, например, да, қосымша, бірінші қосымша болатын болса, ол мына жақта оң жағында тұрады. Түсінікті ғой да, и астына сіз мына жерде қосымшаңызды мына жерде салып қоясыз. Так, қосымша сөзі жазылады және оның реттік саны көрсетіледі. Қосымшалар жұмыстың негізгі бөлімінің реттік санын жалғастырады. Егер сіздің негізгі бөліміңіз әдебиеттер, мысалы 40-шы беттен аяқталатын болса, қосымша 41-ші бет болып кетеді. Түсінікті ғой да? Так, қосымшалар көлемін автор белгілейді, бірақ олар мәтінге сәйкес, то есть тақырыпқа байланысты қосымшалар. 100 қосымша қоссаңыз да неге 100-ін қостыңыз деп ешкім сізге айтпайды. То есть сіз өзіңіз білесіз, жұмысыңызға қарай қанша қосымша, кейде жұмыс бабы бойынша 50 қосымша шығып қалуы мүмкін, 100 қосымша шығып қалуы мүмкін, сіз сала аласыз. Так, қосымшалар. Ендеше әріптестер, мынау нешінші бет, мынау 14-ші бет. Біз бағана мына жерге міне қосым, то есть 9 бөлімді, 9 бөлім осы жерден аяқталады. Негізі мына жерде мен жоспарды салуым керек болды, но қалай айтсам екен, жоспар туралы басқа жағында айту керек болғандықтан қазір енді жоспар туралы айтатын боламын. Ендеше 14-ші бет. Так, қосымшаларда ендеше ары қарай кеттік. Әдістемелік құралды әзірлемес бұрын, Гүлжанат бағанағы сіздің сұрағыңыз, әзірлемес бұрын адам алдымен өзін қай мәртебеде ұсынатыны анықтап алу керек. Мысалы, сіз бірінші, егер сіз жаңа форматта, жаңа идеяларыңызбен ұйқастырып, үйлестіріп да, именно мысалы, осы тренингтің тақырыбымен, тренингіңіз мына тренингпен бір-бірін үйлестіреді, глубинасын ашады, бірін ашып отырады дейтін жаңағыдай қылып ішінде таңдалған модификация может кейде жасалған дүниелеріңіз бар болатын болса, сіз автор боласыз. Егер сіз әріптесіңізбен бірге жасайтын болсаңыз, мектебіңіздегі немесе аудандағы әріптестер ондай да форматтар болады. Аудандағы 3 мектеп, ауылдағы 3 мектеп бірлесе отырып бір авторлық әдістемелік жұмыс жасауға болады. Ол кезде авторлық ұжым боласыздар. Түсінікті ғой да, и құрастырушы. То есть автор әдістемелік құралды өзінің шығармашылық жұмысы негізінде әзірлеген жеке тұлға. То есть сіз шығармашылық танытып, ізденіп, действительно нәтиже беретін жұмыстарды көрдіңіз, жасадыңыз, бір-бірімен ұштастырыңыз, үйлестірдіңіз, көзіңіз толыққанды жететін болса, сіз автор болып табыласыз. Авторлық ұжым да дәл солай да, басқа авторлармен, адамдармен бірлесе отырып әзірлеген жеке адамдар тобы. Құрастырушы. Енді мына жерде қандай да бір басылым түрінде жинақ болсын, хрестоматия, библиография, құрастырумен айналысатын жеке тұлға. Құрастырушы материалдарды жинақтайды, іріктеуге немесе орналастыруға, соның нәтижесінде өз жасаған өнімнің өзгешелігін білдіруге қатысты авторлық құқықты иеленеді. Сіз құрастырушы болсаңыз да авторсыз. То есть сіз іздендіңіз, енді көбінде мына жерде есептерді, математикадан да есептерді жинап, мысалы, бір формулаға или бір тақырыптағы есептерден әртүрлі жолмен шешілу, әртүрлі формуламен, бірақ сол тақырыпты біреулер қысқа жолмен шешеді, біреулер ұзын жолмен шешеді дегендей да. Соның бәріне мысалы сол тақырып бойынша 100-200 есептерді салады да, и құрастырушы болып саналады. Сол сияқты мысалы сіз жаңағы өзін-өзі бағалау бойынша сіз көп деген жаттығулар саласыз, көп деген диагностика саласыз, көп деген коррекциялық жұмыстар именно өзін-өзі. Бірақ сіз қатты ішінде беріліп, теориясын ашып емес, сіз мысалы қазіргі мысалы мен өзін-өзі бағалауына бір жұмыс жүргізу үшін ізденіп кетем, интернет бар ма,
таныстар бар ма, кітап бар ма, үйдегі әдебиеттерім бар ма, библиотекаға барамын, жүгіремін. А сіз жұмысты оңайлату үшін бізге, например, әріптестерге оңайлату үшін сіз осы тақырыпта ізденіп керемет жинадыңыз. Ішіндегі мысалы өзіңіз бағалауына сізді жаңа әріптестеріңіз алған кезде мысалы өзіңіз бағалауы төмен бала келеді. Ана интернетте бәрін ізденіп кетпейді. Так, мен әріптесімнің әдістемелік құралы бар ғой, өзіңіз бағалауды көтеру бойынша кіші жасөспірім келеді. Так, ішінде не бар еді? Қандай индивидуальный консультированияда не істеуге болады? Не практиканы қолдануға болады? Қандай упражненияны қолдануға болады да? Тағысын тағы. Бірден іздейді тауып ала қояды. Сіз құрастырушы боласыз. Гүлжанат түсінікті ма? Иә, рахмет, түсінікті. Бірақ бізге айтады, құрастырушы болсаңыз, сіз категорияға жарамсыз дейді. А енді ол жағын, вот смотрите, категория болғанда жаңағы исследователь, эксперт, тағысын тағы ғой, ол айтқанда жаны болуы мүмкін. Егер сіз мастері ма, или қандай неге берейін деп жатырсыз? Мысалы, зерттеуші ғой енді. Енді зерттеуші болғасын сөзін өзі айтып тұр ғой. Сіз как бы авторский дүние беріңіз деп айтып тұр да, енді сөзінің өзі. И сізге талап еткенде түсінуге болады негізінде. Бірақ құрастырушы енді авторға қарағанда жұмыс жеңілдеу болады ғой негізінде. Бірақ ол да еңбек, ол да жұмыс, ол да іздеп, тауып, бәрін жаңағы бір шаңырақтың астында жинау, ол да оңай дүние емес. Бірақ ол ана человеческий фактор ғой. Сізбен жақсы қарым-қатынаста болатын болса, құрастырушы форматында әдістемелік құралда болады, өтесін аттестациядан өткіземіз жаңағыдай, потому что ол сенің еңбегіңді көріп жүрміз дейтіндей формат болады да. Жоқ деп тұрып алатын да формат болады, білмеймін жаңағы авторский жұмыс бер дегендей да. Енді ол көп факторлар әсер етеді ғой. Но құрастырушыда, ол құрастырушы болып әдістемелік құрал жасағанда ол үлкен еңбек. Түсінікті ма? Сұрақ қойсам бола ма? Әлі Тұшпайла. Да. Мен былтыр жыл психологына қатыстым да, бір жыл 5 айлық опытпен қатыстым. Сол кезде тоже бізде айтты, жыл психологында әдістемелік құралыңыз бұл авторлық бағдарлама болу керек деді. Әдістемелік құрал алып келді біреулер, енді ол кезде оны салмаймыз. Енді сол кезде мен мысалы өзім диплом тақырыбын алдым, жасөспірімдердің бойда агрессияның алдын алу жолдары деген сияқты, и түзету жолдары. Соған осы бағана сіз айтып жатқаныңыздай менде почти құрастырушы ретінде болды. Ережелер алдында, бірақ ішіне мен өзімнің бір жаттығуымды өзім енгізіп салдым. Шетелдерден қарағанды. Соны өзімнің жеке бір автор жаттығуым бар дегеннің өзі маған Әділғазы айтты. Сен бір жаттығуың болса да, одан басқа сен қаншама уже таныс диагностикалардың бәрін салып тастағансың, сондықтан бұл авторлық бағдарлама жатпайды деп айтты маған. Мен тек қана бір ғана ол құрастырылған болады да, просто әріптестер, маған көп әріптестер былай айтады, конкурс болады, аудан форматында, қала форматында, облыс форматында, республика форматында дейді. Маған жұмыс жазып беріңіз дейді. Содан мен жақсы деп жазып беремін. Бірақ мен всегда айтамын, мен гарантия бермеймін деп. Неге? Мен өзіме сенбегендіктен емес, жюрида әртүрлі адам отырады. Біліктілік деңгейі әртүрлі адам отырады. Даже кейде жюрида психологтар емес, вообще басқа адамдар отырады, левый адамдар. Пән мұғалімі, мектептің директоры, облыс обланың бастығы дегендей да, олар түсінбейді. И мен жоқ, заң бойынша былай деп ана жерде доказать етіп тұра алмайсың. Сондықтан человеческий фактор дегенді айтып отырған осы әріптестер. Сол үшін мен айтамын, мен гарантия бермеймін деп, жазып беремін деп жазып беремін. Мен гарантия бермеймін. Потому что мен келетін адам, бағалайтын адам қандай адам екенін білмеймін. Бірақ егер ол жерде грамотный, әдістемелік басылым туралы кәдімгідей тойып алған, ішіп тойып алған адам білет. Сіз бірақ бір өзіңіздің авторлық жаттығуыңызбен менің авторлық әдістемелік құралым деп айта алмайсыз. Дұрыс қой енді олардікі да. Бірақ сіз жас мамансыз да, әріптестер қараңыздар, сіз жас мамансыз. Жас маман құрастырушы деп полный имеет право құрастырылған дүниемен шығуға. Опять человеческий фактор бұл жерде. Сол ғой, өмір сонысымен қызық, сонысымен күрделі, сонысымен қиын дегендей да.
түсінікті ғой да. И республика дейді, жаңағы конкурс республика или областной, ой, бізде осындай деңгейдеміз, осындай деңгейге авторлық жұмыс алып шығу керек, жас маман болсаңызда дегенде, например, мен өзім жюрида отырсам, мен олай қабылдамас едім. Мен құрастырылған жұмысқа қуанар едім. Потому что біз көмек беріп жатырмыз әріптестерге. Потому что ішінде көп деген дүниелер бар, шашылып жүрмейміз. Стоящий дүние болу керек негізінде. Ой, мынау да келіп қалады ау, осы өмірде жоқ жануар да келіп қалады ау деп ішіне құрастырып сала берсе, конечно, оның сапасы болмайды. А точечный мықты дүниелер салынса, сіз соны бәрін ізденіп құрастырсаңыз, ол еңбек қой. Соны деген бізде сондай стигма қалыптасып қалған, құрастырушы болса, ой, ол төмен жұмыс, авторлық болса, ол мықты жұмыс деп. Сондай стереотип қалыптасып қалған ғой. Енді ол стереотипті қашан бұзып, қашан адам боламыз деген сөз. Қашан адам боламыз, сол стереотиптің бәрін бұзып. Соны әдістемеліктің мамандары айтып тұр ғой, солай деп. Енді, вот сол ғой енді. Әдістемеліктің мамандары айтып тұрса, не дейміз деген сөз. Жоқ, просто апай андай не да, өздері хатқа жазады, әдістемелік құрал дайындалуыңыз керек дейді. Ал біз әдістемелік құралды айтқандай құрастырушы форматта апарсақ, сіз деген жылы маманына қатысып тұрсыз, автор ретінде шығуыңыз керек қой дейді. Өздерің жазған нелермен нелерге есептесіп берді. Ол дұрыс емес. Негізінде ол чисто, ладно, ол человеческий фактор бәрін алып тастаған кезде әдістемелік басылымды жазу заңы бар. Сол заңды білу керек, и сол заң аясында жұмыс істеу керек. Заң деген әдістемелік басылымның жасалу заңы, міне мен сіздерге көрсетіп тұрмын. Енді бұны сіздер білдіңіздер, ендігіден уже сіз білетін боласыз. Ертең сіз де жюрида отыратын деңгейге жетіңіздер, әріптестер. Жюрида отыратындай деңгейге жеткен кезде сіз уже объективный, без стереотипа баға беретін боласыз жұмысқа. Түсінікті ма? Енді ол үшін бұның бәрін жаңағы бүкіл республиканы әдіскерлердің бәрін оқыту керек деген сөз. Әріптестер, кеттік дальше. Все, болды ма, сұрақ бар ма? Бізде мысалы осы жақында педиде фестиваль болғалы жатыр, иә? Соған байланысты мен мысалы теорияға көп жүгінбей-ақ, тек практика жүзінде тренинг өткізіп, мысалы балалармен дамыту деңгейлерін арттыратын әдістемелер өткізіп көрсетсем, сондай бола ма мысалы? Мен мысалы өзім болмайды. Ол сіз просто мастер-класс көрсетесіз. Это называется мастер-класс. Әдістемелік құрал деген мүлдем басқа дүние. Ал мына жерде педидея дейді, фестиваль дейді бізде. Сонда педидеялар фестиваліне сіз осыларды ұсына аласыз. Педидеялар фестивалінде мастер-класс көрсетіңіз. Мастер-класс көрсетуге болады дейтін болса, пожалуйста, барып көрсете бересіз. Но педидеяларда сізде бағдарлама сұрап тұрса, тек қана осы форматта ғана. Либо авторлық жұмыс, либо құрастырылған. Минуттық деді. Әріптестер, мен деген Астанада жұмыс жасадым ғой. Астанада жұмыс жасаған кезде мен құрастырып шығардым. Ол кезде не тақырып еді, уже ұмытып қаламын. Құрастырып шығардым, бірақ придирация етіп, неге сен бұлай құрастырушы деп, ондай болған емес. Көрдіңіздер ме, әріптестер? Әр жердің... Ол біліктілікке байланысты ғой тоже. Әрине. Все, әртті 1 минут қалыпты, онда осы презентациямен қазір аяқтайық, сосын 1 минуттан кейін келесі презентацияны көрсететін боламын. Так, кішкене түсінік пайда болып жатыр ма, әріптестер? Иә, әрине. Өткенде пятница өткізейін десем, что-то көңілімнен шықпайды, өзіме ұнап тұрмағасын, ол сіздерге қалай берем. Содан сразу атымен жасадым ғой, понедельникке деп, потому что 5 күн бойы ата-аналар жиналысында жүрдім, үйге келіп кеште жұмыстанам ғой, жұмыстануға вообще уақыт болған жоқ. Содан кейін өзім көңілімнен шықпайды, қой дедім, суббота, воскресеньяны осыған арнап, потом қосатын дүниелер бар, алатын дүниелер бар, осылай қылып жасайын деп енді понедельникке ауыстырғанбыз. Так, сол уақыт бітеді қазір, сосын чатқа жіберем. Бізде қазір 10 адам қатысып отыр, енді 6 адам қалып кетіп отыр, 6 адамға бөлек өте қоярым енді. Нема, аяқталды ма? Негізінде бұрын зерттеу мәдениетті
дамыту барысында деп айтайық, енді плагиат дегенге көп мән берілмейтін. Бірақ соңғы кездері әр адам уже интеллектуальный собственность дегенді өзінің авторлық жұмыстарына сондай құрметпен қарайтын, авторлардың өздерінің жұмыстарына құрметпен қарайтын уақытқа жетіп қалды. И плагиат деген қазір қатты жазаланатын да жағдайға келіп қалды негізінде. Бізде енді мына жаһандану әлемі болғандықтан, глобализация болғандықтан, бізде енді шетелде сірә бұл тема өте актуальны, и ол тема бізге де актуальны болып жатыр. Сондықтан плагиат бірін мысалы ретінде айтайын, енді мысалы сіздер осы менің сөзімді сіз копировать еттіңізде қолдандыңыз. Өзіңіздің жұмысыңызда мысалы әдемі сөйлемекен осыны қолдандыңыз да. И сіз кімнен алғаныңызды жазбасаңыз, мысал ретінде да, и мен бір жерде көріп қаламын, бір жерде көріп қалған кезде мен айтам, бұл плагиат. Өйткені менің жұмысымнан мені мысалы, ал егер сіз қасына жақшаның ішінде мынау Айгүлден алынған деп тұратын болса, ол уже плагиат болып саналмайды. Сондықтан қайта ол сіздің жұмыстанғаныңызды, ізденгеніңізді көрсетеді, ғой әріптестер. То есть сіз қай әдебиеттен көрдіңіз, қай әдебиеттен алдыңыз да, соның бәріне сіз авторын ұсынып отырсаңыз, қай кітаптан алдыңыз, немесе қай жерден іздендіңіз, сол кезде ол плагиат болып саналмайды. Сондықтан қай жер алған дүниеңізді, просто сіз қай жерден алғаныңызды көрсетіп отырсаңыз, ол плагиат болып саналмайды. Енді полный жұмысты ол айтпай-ақ та қояйын, енді полный тура осы жұмысты, например, алып тура қолданса, ол плагиатқа жатады. Плагиат былай қараған кезде, енді человеческий фактор ретінде қарайтын кезде, просто некрасиво деген сөз ғой. То есть некрасивое поведение, не этикаға жатпайды деген дүние ғой. И мына жерде уже 2014 жылдан бастап осындай авторлық құқықтардың бұзу жөнінде осындай бізде заң бар. Сондықтан жаттығуды да, егер общий жаттығудың авторын таба алмай жатсаңыз, қай жерден алғаныңызды жазасыз. Ал егер оның авторы бар, осындай кітаптан, Шапардың кітабынан алдым, немесе Крольдің кітабынан алдым, біз енді жаттығуларын, корольдары ғой енді ойлап табатын, Вачконың кітабынан алдым дейтін болсаңыз, ол плагиатқа саналмайды. Сондықтан әріптестер, жауапкершілік бар да бұл жерде плагиатқа. Болашақ жұмыстың мақсаты, міндетін, өзектілігін анықтауда тақырып бойынша сіз ең бірінші әдістемелік құралды жасамас бұрын сізді толғандырып жүрген бір тақырып бар. Қызықтырып жүрген тема бар, например. Сізде, мысалы, мектепте балдармен жұмыс жасаған кезде, мен осы сыныптың ұйымшылдығын көтеруді жақсы көрем. Ұйымшылықты көтерсем, көп проблема шешіліп кететінін байқап жүрмін да. Сізге маған осы тақырып қызық. Енді сізге сол тақырып қызық болатын болса, сол тақырып аясында сіз ізденіп бастайсыз. Кез келген, мысалы, қызықты өзіне әр психологтың, педагог-психологтың қызығатын дүниесі тақырыбы болады. Біреу буллингпен қызығады, біреу самооценкамен қызығады, біреу агрессиямен қызығады. Неге осы агрессивті балдар көп? Неге көбейіп жатыр деген өз-өзіне сұрақ қояды да. И сол қызыққан тақырыбыңызды аласыз. Әріптестер қызықпайтын, ой, қазір не мода, сондай қылып сұрайтын әріптестер табылады да, қазір тренд, бұрын болмаған, қызықты бір дүние болсыншы деп. Өзіңізді ұнамайтын нәрсеңізбен қызығу қиын ғой. Ладно, қазір тренд болып жатыр, трендтегі нәрсені сіз алып шыға алмайсыз, сіз қызықпасаңыз. Өзіңіздің қызығатын тақырыбыңыз болу керек. Әр кәсіби даму мақсаты бар ғой, әр аттестациядан өтетін әріптестің. Сол кәсіби даму мақсатына просто бір мақсатты ала салып аттестациядан өтіп кету емес, қызығатын тақырыбыңыз
тақырыптан ғана іздене аласыз ғой. Сіз қызықпайтын тақырып бойынша ізденгіңіз де келмейді, жасағыңыз да келмейді. Но енді біз енді жасауымыз керек, жасаймыз ғой. Но әр адамның өзінің, әр психологтың өзінің любимый темасы бар. Сол любимый темада әдебиет іздегенде қызық, ұнайды, теориясын оқығанда ұнайды, оны практикалда қолдануда ұнайды. Сондай жұмысты алыңыз. Түсінікті ғой да, сол кезде мақсатыңыз да айқын шығады, міндетіңіз де шығады, өзектілігі бәрі сізге оңай болады сол тақырыпты жазуға. Тақырып бойынша әдебиеттерді жинақтайсыз, алғашқы зерделеуден кейін негізгі проблеманы анықтайсыз. Негізгі проблеманы жаңағыдай қылып нені сіз шешкіңіз келеді. Қандай проблеманы, қандай теманы сіз шешкіңіз келеді, сол жерде негізгі проблеманы анықтайсыз және оны қалай шешуге болатыны туралы ойланасыз. То есть мақсатын анықтау. Енді оны шешу үшін, осы проблеманы шешу үшін не істеу керек вообще, не жұмыс жасау керек, не істеу қажет деген сұрақ қойған кезде сіздің мақсатыңыз анықталады. То есть ол үшін кіші жасөспірімдердің өзін өзі бағалауын керемет бәрінікін 100% көтеріп жібермесем де қалыпты деңгейде ұстап тұру, немесе қалыпты деңгейге жеткізу, немесе қалыпты деңгейден түсіріп жаңағыдай бір қалыпты ұстау дегендей да. То есть сіз осы сұраққа, өзіңізге осы сұрақты қоюыңыз керек. Всегда зерттеу сұрақтан басталады ғой. Сізде бір сұрақ мазалайды, сол сұрақтың жауабын іздейсіз, сол сұрақтың жауабын ізденген кезде сізде керемет әдістемелік құрал пайда болады. То есть барлық жерде пайда бар, барлық жерде выгода бар. Сол тұрсымен қараз, блин, категория, надоел, осыны бір жүйкені жұқартып тұр, қанды ішіп тұр, осы бәлені жасау керек еді дейтін позициямен жасау қиын, әріптестер. А когда сізде зерттеу сұрағы тұрады, исследовательский зерттеу сұрағы тұрған кезде қызық қой сол сұрақтың жауабын іздеу. Осының жауабы қайда екен, өзі вообще қалай табам екен, не істеу керек екен деп қызығып жасайтын болсаңыз, әдістемелік құралыңыз шоколадка болады. Түсінікті ғой да, сол үшін сұрақ қоясыз, сұрақ қойған кезде сұрақтың жауабын іздейсіз. 1 жыл бойы іздейсіз, 2 жыл бойы іздейсіз. Яғни осы сұрақты қойған кезде жұмыстың мақсаты анықталады. Соған сәйкес болашақ жұмыстың теориялық және практикалық бөлігі негізделіп жазу жоспары құрылады. То есть осы жерде уже жоспар құрасыз. Жоспар бойынша не істеуіңіз керек? Бағана бізде мазмұнында да жоспар, как бы жоспардың бөлімдері бар ғой, но жоспар кішкене кеңдеу болады да. Жоспарда не істеуіңіз керек? Мынаны анықтау керек, мынаны жүргізу керек, мына диагностиканы алу керек. Осы диагностиканың қорытындысы бойынша осындай нәтиже шығарылғаннан кейін анализ жасау керек. Ол анализден кейін мына жаттығуды қолдан дегендей жоспар более развернутый болу керек. Түсінікті ғой да? То есть жоспар бағанағы жерде қай бетте еді, ұмытып қалдым. Сол бетте уже сіз жоспарсыз біз қимылдай алмаймыз ғой. Жоспар болмаса не істеп не болғанымызды білмей қаламыз. Ал сіз егер ең бірінші черновикке жоспарды жазып алып, жоспар бойынша мен мынаны қарауым керек, одан кейін мынаны жасауым керек, одан кейін мынаны деген кезде сізде алдыңызда навигация тұрады да, навигатор тұрады. Google карта сияқты былай бұрыл, оңға бұрыл, солға бұрыл деп көрсетіп тұрады ғой. Сол сияқты жоспарда сіздің навигаторыңыз, навигацияңыз. Мақсат нақты, түсінікті болу керек. Біреулер ойбай, мақсатын что-то қысқа сияқты, или мақсатын ұзын сияқты деп отырады ғой. Мақсат ұзын да емес, қысқа да емес, мақсат нақты, әдемі болу керек. Қандай міндеттер? Оны анықтау үшін мына жайтқа назар аударған жөн. Яғни міндет енді тақырыппен байланысты болады ғой. Сірада, тақырыппен, мақсаттан туындайды, мақсатпен байланысты. Бірнеше міндет болады. Бір міндет те болады есен на то пошло. Бірақ енді біз әдістемелік құрал болғандықтан бір міндетті аз ғой енді. Кемі 3, ары қарай кете береді. 4, 5, 6 дегендей да. То есть сіз одан қорқпаңыз, көп міндет жазған сайын қиын бола береді деп. Итак, сіздің құралыңызда жаңағы жұмыс барысыңыздан міндет көрініп тұрады. Мынаны ашу керек, мынаны айқындау керек, былай ықпал ету керек, көтеру керек дегендей міндеттер шыға береді.
Міндеттердің нақтылығы авторға өз материалын оқырманға қалай ұсыну керегін жүйесін алдын ала анықтауға мүмкіндік береді. Тоже навигацияда стрелкасы ғой, енді міндет деген стрелкамен айтып жүресіз. Жұмыстың өзектілігі не үшін, мен бағана айттым ғой, не үшін сіздің осы әдістемелік құралыңыз осы кезде дүниеге келу керек болды? Здесь жаңа неге туылу керек болды? Неге осы уақытта ол сізде зерттеу сұрағы пайда болып, ізденіп, осы кезде неліктен шығу керек болды? Неге ол прям керек ол? Не үшін? Неге өзекті? То есть өзектілігін осылай анықтайсыз да, неге дәл қазір осы өмірге келу керек болды? Яғни таңдап алынған тақырыптың белгілі бір мәселені шешу үшін маңыздылығы негізделеді. То есть өзектілігі де, егер ол өзекті болмайтын болса, оның қызығы да қалмай қалады да, сондықтан өзектілігі міндетті түрде жазылады. Жоспар құруда тақырыптың өзектілігін, мақсаты мен міндеттерін ашып алған соң, автор тақырып бойынша қамтылатын барлық маңызды мәселелерді ойластырады. То есть навигация жасап аласыз, сол навигатор бойынша жүру үшін сізде жоспар болады. И жоспарда барын кеңінен ашып, тарқатып жаза беріңіздер, қорықпаңыздар. Ойба, жоспарым көбейіп кетті ма, не жазам, не қоям. Өйткені ол бір күннің туындысы емес, бірақ та бір айтқы емес әріптестер. Сондықтан жоспар развернута болған сайын сізге өзіңізге жеңіл болады. Құрылымын анықтау, неден тұру. Мен бағана мазмұнда осы жұмысты мен 5 бағытты кірістіріп қарадым. Ол міндетті түрде барлық әдістемелік құралда сол 5 бағыт қамтылу керек деген сөз емес. Ол менің видением, менің идеям солай да. Менің идеям солай болды. 5 бағытын бәрін қолдану деген ол маңызды емес. То есть құрылымын сіз анықтайсыз да, жұмысты дайын жоспарға сәйкес жүйелі құрылымдық қанша бөлімнен тұрмауы мүмкін, тараудан тұруы мүмкін, параграфтан тұруы мүмкін, тақырыптан тұруы мүмкін, тақырыпшадан тұруы мүмкін. Ол уже құрылымына не кіреді, оны сіз анықтайсыз, өйткені сіз авторсыз, сіз иесіз осы әдістемелік құралдың. Теориялық материалдарды зерделеу және жинақтау ең көп уақытты да алады. И постоянно әдістемелік құралды жазу барысында 1 жыл бойы жазсаңыз, 2 жыл бойы жазсаңыз, сол аралықтың бәрінде теориялық материалдарды іздейсіз, жинақтайсыз, оқисыз, 10-20 кітап оқып тастайсыз дегендей да. Жиналған материалдар мен фактілердің өзектілігі мен қажеттілігі маңызды екенін ұстаған жөн. Автор әдістемелік құралдың әріптестері немесе оқушыларға қаншалықты пайда болатынын, оларға қандай көмек, мен әріптестерім не үшін маған рахмет айту керек. Теориялық материалды зерделегенде де, жинағанда да, әдебиеттерді оқығанда да, оны керек дүниелерді салғанда да, осы әдістемелік құралды айтқан кезде ол Алланың нұры жаусын, рахмет әріптеске деп не үшін айту керек. Сол бойынша жұмыстану керек. Енді бұл әдістемелік құралдың философиясы. Мен осы сөзді жақсы көремін. Өткенде тренингте де айттым ғой, тренингтің философиясы болады деп. Сол сияқты әдістемелік құралдың философиясы неліктен маған рахмет айту керек, неліктен маған риза болу керек, неліктен маған батасын беру керек дегендей, осы философия әдістемелік құралды жазған ой ниеттен бастап аяқталға дейін осы философияны ұстанған дұрыс әріптестер. Так, жоспарға сүйене отырып жұмыстың теориялық және тәжірибелік әдістемелік бөлімдерін жазып түсу. То есть жоспар бойынша жұмыстанасыз ғой, негізгі бөлім ғой мына жердің бәрі да. Тақырыпқа сай теориялық ақпараттармен бірге автор өзінің жеке іс тәжірибесінде сіз өзіңіз қолданған дүние болу керек деп айтып отырғаным осы. Негізделген практикалық, ол әдістемелік кеңестер, нұсқаулық, жаднама, брошюра, немесе стенгазета, немесе акция, тағысын тағы да барлығы осы тақырыптың аясында нақты мысалдармен келтірілген да. Мен осылай жасап едім, керемет болды деген сөз емес.
То есть сіздің олай жазуға болмайды әдістеме құралдың ішінде. То есть сіз осы практикалық жұмыс немесе осы жаттығу, осы тренинг қандай нәтиже береді, неліктен ол нәтиже береді. То есть нақты мысалдар келтіріп отырасыз. Яғни осы групповой консультирование деген бар ғой, топтық кеңес беруде осы практиканы қолданған оқушылардың өзін-өзі бағалауына бірден көтеріп кетпесе де, оқушылардың өзін қабылдауына бір ықпалын тигізді деп айта алатындай нақты мысалдар болу керек. Түсінікті ғой, әріптестер. Қорытынды кезең, енді сіз аяқтадыңыз сәтті, қиналдыңыз да, 1 жыл деген группада 1 жыл қиналдыңыз, іздендіңіз, талмай еңбектендіңіз, жұмыс жасадыңыз, керемет туынды өмірге алып келдіңіз, енді ары қарай оны не істеу керек? Не істейміз деп шығады біреулер, жаңағы не қою керек деген дейді. Енді қорытынды кезең, енді баспаға ұсыну үшін жұмыстың сапасын бағалау. То есть енді әдістемелік кеңесте, мектептің ішінде әдістемелік кеңес болады, жаңағы орталықта дейік, ауданда дейік, Аблануда дейік, әдіскерлеріміз бар. То есть әдістемелік кеңеске ұсынасыз. То есть мен жасадым, вау, менде күшті бәрі деп, жаңағы синдром, жаңағы не дейді? Корона киіп алмаймыз да, корона киіп алмаймыз, өйткені ол сараптамадан өту керек, оған барлығы баға беру керек. Әлі бұл әдістемелік құралға әлі добро берілмей тұрып, бір минут, жаңа әріптестерім шығар, жекеге жазып жатыр, ладно. Өзгертетін, егер сапалы действительно, сапалы сізге ұсыныстар айтылып жатса, әдіскер тарапынан дейді, тағысын тағы да, енді әр түрлі көзқараспен қараған кезде жақсы дүние шығардыңыз. И сізге сапасын бағалаған кезде айтуы мүмкін, мына жерде былай қоссаңыз, мына жерде былай алып тастасаңыз, сіз кері байланысын бәрін қабылдап аласыз да, и ары қарай жөндейсіз. То есть сараптамада өте маңызды. Сараптамашылар, рецензенттерге көмек ретінде әдістемелік құралдың жұмыс сапасын бағалау үшін арнайы не болады? Тексеру парағы болады. Ол қосымшада қазір көрсетемін. То есть сол тексеру парағымен былай бағалап шыққан кезде олар өзінің бағасын береді. И ол сізге сол тексеру парақтарын берсе де болады, немесе ауызшада айтса да болады. Бірақ желательно, конечно, сіздің есіңізде қалмауы мүмкін, сараптама қағаздарын жинап алған жақсы. Бір жағынан ол бір доказательная базада әдістеме құралды қалай жасадың, не қойдың, дағысындағы дейтін болса, міне сараптамадан өткен, өздерінің бағаларын берген деп көрсетулеріңізге болады. Бұл критерийлер авторлар мен құрастырушыларға да өз жұмыстарын бағалауға, қажет болған жағдайда түзетуге, жөндеуге мүмкіндік береді. Қосымшада. Міне. Мынау әдістемелік құралдың сапасын бағалауға арналған. Бұл енді әдістемелік кеңесте осы сіздің жұмысыңызға сараптаманың қорытындысын жазады. Құрылымның толықтығы. Жаңа сіздер жақсы сұрақ көтердіңіздер. Біреу былай айтады деп, егер грамотный сараптамашы болатын болса, мынаның бәрін тексереді. Мұқаласы бар ма, титулдық беті бар ма, титулдық бетінің артында аңдатпа бар ма, мазмұны, кіріспесі, немесе түсін хаты, негізгі барлығы бар ма, соның бәрін білетін адам, мынаның бәрі бар екен ішінде деп айтады. Қосымшалары, пайдаланылған әдебиеттер барлығы қамтылған деп, осы жерде жақсы, керемет деп, деп жазып, ұсыныс қажет болатын болса, әлде де мына жерде деп қос. Бірақ негізінде бұл жерде осы ғой, тек қана осы болу керек. Өзектілігі мен жаңалығы бар ма ішінде, мақсатты аудиторияны ескерді ма, немесе біреулер бар, просто әдістемелік құрал жасап жатыр. Ол кімге жасап жатыр? Ол пән мұғалімдеріне жасап жатыр ма? Ол психологтарға жасап жатыр ма? Ол мектептің директорларына ма? Ол кімге жасап жатырғанын білмейді, өзі білмейді. И ол мақсатты аудиториясы болмаса да қиын да. Мақсатты аудитория көз алдында СМНді оқыған әріптестер бар болатын болса, білет, аватары тұру керек. Мақсатты аудитория, ол қандай адам? Бұл материалдарға мұқтаж жас мамандар. Білем, менің қаламда
бір 20 жас маман бар, қиналып жүрген, осы өзін өзі бағалауда жұмысты қалай жүргізуге білмей жүрген жас мамандар бар. Жасы примерно 25-30 жастың арасы, например, да, и олар действительно қиналып жүрді. Көз алдыңызға сіз мақсатты аудиторияңызды елестеткен кезде сіз соған қарай бағытталып жұмыс жасайсыз. Ғылымилығы да, ішінде научность бар ма, теориялары бар ма, жақсы келтірілген ба, осының бәрін бағалайды. Бұны сіз бағаламайсыз. Бұл ертең ой деп жаңағы бүйтіп ашып алып, қой мынауың дұрыс емес, мынау мына жер мынандай деген кезде сіз айтасыз, әдістемелік кеңеске салып сараптамадан өткізейік. Сараптамадан маған бағаларыңызды беріңіздер. Мына бетіналар өшіп кеткен. Маған сарапты беріңіздер деп, осы жерде сіз грамотно, мынау біледі екен, қалай әдістемелік құрал жасайтын деп, білмейтін адамды үйретесіз енді осылай әріптестер. Түсінікті ғой да? Так, осы жерде осы туралы жазылған, то есть жұмыс біткеннен кейін самая приятная часть. Уф деп құтылғаннан кейін уже сараптамада неде уже жеңіл болып жүресіз ғой енді, и оңай өткізесіз. Енді дайын жұмысты ғылыми әдістемелік кеңеске ұсыну үшін қандай құжаттар қажет? Жұмыстың распечатка жасайсыз біреуін, және электронды нұсқада. Енді біреулер айтуы мүмкін, просто бере саланы, бумажный вариантты көре салайық деп, міндетті түрде ойбай мә деп қасына флешкамен келудің қажеті жоқ. Но негізінде енді облыс дейді, республика деңгейінде, немесе ассоциация деңгейінде, министерство деңгейінде болатын болса, онда міндетті түрде осыны ұстанасыз. Сосын жаңағы әдістемелік кеңесінің хаттамасы бар. Сол хаттамасын жаңағыдай жариялауға ұсыну туралы мектептің әдістемелік кеңес. То есть сіз енді мектептен өтіп болғаннан кейін сіз облыс деңгейінде таратқыңыз келеді, потому что сіз өзіңіздің жұмысыңызға сенімдісіз. То есть сол облыстың әдістемелік кеңесіне бару үшін, что сіз аттап кеткен жоқсыз мектептен ары қарай. Мектеп сізге өзінің бағасын берді, директор там өзінің бағасын берді, да, поддержали дегендей, да. То есть сіз солай поэтапно жүргізуіңіз керек. Түсінікті да, әріптестер? То есть облыстық кеңес, ғылыми әдістемелік кеңеске ұсыну үшін мектептегі әдістемелік кеңестің отырысының хаттамасын жаңағы әдістемелік құралыңызбен бірге алып барасыз көшірмесін. Ол әдістемелік кеңестің хатшысы болады, мектепте білесіз, ол приказбен жасалып тұрады, білмесеңіз сұрап аласыз, и сол кісінің хаттама жазады, кейіннен жаңағы директор қол қояды, завуч қол қояды, печать болады дегендей, да, соның сізге енді ол оригиналын бермесе де көшірмесін беру керек, иногда оригиналын береді ғой, прям диплом емес, бір не емес дегендей, да. Екі пікір, осы пікір жөнінде де менде сұрақтар көп болады. Кімнен аламыз, кімге қоямыз, қайда барамыз дегендей, да. Ішінде мектеп мұғаліміне ішкі пікір, бұл жерде мұғалімнің орны біздің өзіміздің әріптесіміз. Әр мектепте кемі 2 психологтан бар. 2 психологтың біреуі сізге рецензия жазып береді. Шынымен де оқып шықтым, маған осы тұсы ұнады, мына жерде подходы ұнады, осы жердегі жаңағы қалай айтсам болады, осы жердегі ғылыми подходта, ұйымдастыруда алған материалдары жақсы тақырыпты ашады, тақырыпты қамтиды, алып жатқан мәселені шешуге оң ықпалын тигізеді дегендей қылып әріптесіңіз жазып береді. И осы саладағы енді ғылыми дәрежесі бар маман жазып береді. Сырттағы да көбінде универде жаңағыдай. Енді осы жерде өтірік айтпақ қояйын, магистр деңгейіндегі адам жаза ала ма, жаза алмай ма, оны честно скажу, білмейді екенмін. Өйткені мен өзімнің жұмысымды кандидат наук деп айтамыз да, солдай жаңағы кісілерден рецензия аламын. Бірақ білмейтінді білмеймін деп айтайын, магистр жаза ала ма, жаза алмай ма, оны айта алмаймын. Ну, не знаю даже. Честно. Түсінікті ғой әріптестер. Одан кейін енді техникалық бөлім вообще қалай болу керек, не болу керек, сол жағына өтейік. Енді мына рәсімдеу ғой, A4 форматында, мына оң жағы 1,5 қара түспен, 12 немесе 14-ші шрифтпен, Time New Romance'да оң жағынан. Презентация бересіз ғой да?
ссылка берем. Оң жағынан 15 мм, жоғары жағы, төмен жағы 20 мм, сол жағынан 33 мм, өткені мына жақтан переплет жасайсыз, немесе жағы клейлетесіз типографский дүниемен да, сондықтан мына жағында орын көп болады. Қызыл жол 0,8-10 мм табуляциямен, табуляцияны бассаңыз, табуляцияның өзі сол 0,8-10 мм береді абзацты бастаған кезде. Белгілі бір терминдерге назар аударту үшін әртүрлі или курсивпен, жирныймен белгілейсіз да, маңызды деген жерлерді да, компьютерлік мүмкіндіктерді пайдаланасыз. Тақырыпты рәсімдеу ережелері. Байқасаңыздар, барлығы үлкен әріппен жазылған. Міне қосымша, пайдаланылған әдебиеттер, тағысын тағы барлығы үлкен мынандай, барлығы прописной үлкен әріппен жазылу керек мына жерде да. Жолдың ортасында орналастырылады, ортада бас әріптермен, асты сызылмайды, нүкте қойылмайды. Технический моменттер осы. Шепетені прям енді көз алдымызға елестетейік. Керемет әдістемелік басылымдардың мастері керемет білгірі отыр дейтін болсақ, олар осының бәріне мән береді. То есть мына жерде мазмұны деп точка қоймаймыз. Түсінікті ғой әріптестер? Ойбай. Так, жұмыстың әр құрылымдық элементі мазмұны бір беттен басталады. Жартысынан бітіп қалса, ол жерден бастамаймыз, келесі беттен бастаймыз да. Негізгі мәтін пункттерге бөлінсе, олар барлық құжат ішінде реттік сандармен нөмірленеді. Тараулардың бөлімдердің тақырыптары болуы тиіс. Егер жаңағыдай кішкене бөлімшелер, тақырыпшалар болатын болса, олардың да жаңағы тақырыптар болу керек бөлімдердің. Тақырыптар сол тараудың бөлімінің мазмұнын ашу керек, содержаниясын ашу керек, нақты ақпарат беру керек сол тақырып. Так, беттерді рәсімдеу, тоже міне қарасаңыздар, оң жағында араб цифрларымен белгіленеді. Жұмыстың оң жақ бұрышында нүктесіз қойылады. Жұмыстың титулдық беті барлығы мұхава деге, барлығы неге кіреді? Жоқ, мұхава кірмейді айтпақшы. Титулдың беті, то есть ол санға кіреді, бірақ жазылмайды. Нөмірлеу үшінші беттен кіріспеден басталады. Жеке парақтарда орналасқан көлемді иллюстрациялар, кестелер де жалпы бет санына кіреді және ретіне сәйкес нөмірленеді. Жеке парақтарда орналасқан. То есть, мына жерде қараңыздар. Мынау бірінші бет титул, бағанағы қатты бетімізді. Одан кейін кетеді. Екінші жағы бар ғой, енді титулдық беттің екінші жағы пустой аппақ болып тұрады. Ол да бетке саналмайды. Одан кейін мұхабаның екінші жағы да саналмайды, ол аппақ болып тұрады. Одан кейін титулдық бет, міне, бұл санға кіреді, бұл бізде екінші бетке жатады, арты екінші бетке жатады, мына жерде екінші бет болып саналады, артыда, одан кейін кетеді мазмұны. Осы жерден үшінші бет болып саналады. Титулдық беттің бірінші беті бірінші болып саналады, арты екінші болып саналады, и одан кейін сіз уже мазмұнға кіріскен кезде мазмұныңызда 3 деген сан тұру керек. Түсінікті ғой әріптестер? Так, ендеше иллюстрация ішінде бізде айттық, фотолар көрсетілуі мүмкін, графика көрсетілуі мүмкін, диаграмма көрсетілуі мүмкін. Жаңағы егер біз диагностикамен анықтап жатсақ, өзіміз бағалау міндетті түрде оны диаграммаға салуымыз керек деген дейді. Бәріңіз сурет деп аталады. Диаграмма болса да, графика болса да, сурет болса да, фото болса да, скриншот болса да, оның бәрі сурет деп аталады. Суреттер араб цифрларымен жұмыстың басынан аяғына дейін бірыңғай немесе әр тарау ішінде нөмірленеді.
кейде болады мысалы Маслоу пирамидасын теориясын алдыңыз дейді. Сол сіз жаңа өзін-өзі бағалауда ең бірінші баланың базалық қажеттіліктері өтелу керек. Сіз соны көрсету үшін Маслоу пирамидасын салдық дейді. Сіз ол негізгі бөлімге сала аласыз. Ол қосымша емес. Негізгі бөлімге міне Маслоу пирамидасы бойынша деп айтып жатқан кезде текстіңізге бірінші сурет деп жазасыз. Бірінші сурет деп. И Маслоу пирамидасының астында бірінші сурет деп жазылып тұрады. Қазір түсіндірем. Сурет айтылған сөйлемнен немесе абзацтан кейін орналастырылады. То есть абзацты суретпен бастамайды. Бізде сондай дүниелер көп. Абзацты суретпен бастайды. Абзацты суретпен басталмайды. То есть сізде сөйлем болу керек, аяқталған болу керек дегендей да. И барлық суреттерге мәтінде қолданылу бірінші суретке сәйкес немесе бірінші суретті қараңыз деп мен мына жерде мысалымды көрсетейін деп едім ғой, қайта жаңағы. Мына астында екен ғой. То есть міне бірінші сурет сапасы нашар. Енді бұл қазір суреттің несі бойынша айтайын деп тұрмын ғой. То есть сіз мысық туралы теориясында айтып жатсаңыз, например, да, жаңа мысықтар осындай болады, асыл тұқымды болады. Мына бірінші фотода, например, там сиамский мысық деп айтатын болсаңыз, бірінші сурет мына жерге сиамский мысық деп жазып қоясыз. Түсінікті ғой да? То есть не туралы, ал егер сіз Маслоу пирамидасы туралы айтып жатсаңыз, текстке Маслоу пирамидасы дейсіз, жанына бірінші сурет, бірінші сурет деп жазасыз, и бірінші суретте мына жерде Маслоу сапасы нашар деген орнына Маслоу пирамидасы деп жазылып тұру керек. Әріптестер қиналмау керек. Қайсы суретті айтып жатыр, қай жерінде, қайсына түсініксіз деп айтпас үшін. Түсінікті ғой әріптестер. Немесе бірінші суретке қараңыз, бірінші суретке сәйкес тағысын тағы да осы жерде жазып қоясыз. Сапа, міне, мынау өте нашар сапа. Бұндай да мен әдістеме құралдарды көргенмін. Ішінде как попало, даже мына жерлерінде жазуы бар, или тағы бір зат, барлық нәрседе дұрыс жасалу керек. Сапа мынау өте нашар. Мынандай суреттерді салмайсыздар. Сол үшін расширение, пиксель деп айтамыз ғой, соларды скачать еткен кезде Google-дан деге, картинкалардан жұмысыңызға салған кезде қалай тұр? Анық ба, айқын ба, соның бәріне мән берілу керек. Потому что шынымен әдістемелік басылымдар туралы өзінің тренері бар болатын болса, нақты сондай адамға вдруг түсіп қалсаңыз, ол осының бәріне қарайды. И ұпай азаяды. Енді біз жаңа диаграмма саламыз дедік та, графика саламыз дедік. То есть ол скриншот болып салынбау керек. То есть диаграмманы жөндеу керек болатын уақыт болады. Диаграмманы жөндеу алуға мүмкіндік болу керек. Даже ол ешкім жөндемесе да диаграмма Word форматында, то есть Excel-ді, мысалы Word-та біз диаграмма жазсақ, Excel болып тұрады ғой, сол сізде Word форматында тұру керек, жөндеуге мүмкіндік болу керек. Скриншот, фотография болып, ештеңені жөндеуге болмайтындай болмау керек. Тоже талабы осы. Экран суретін скриншот ешқашан қолданбаңыздар, әріптестер. Егер мәтін ішінде әдебиеттерге сілтеме, бағана айттым да, тік сілтеме беретін болсаңыз, мысалы менің бір кітабымның ішіндегі керемет бір жаңағыдай тема бар екен, керемет сөйлем бар екен, соны алсаңыз, оны тік жақсаға аласыз. Енді сіз бағана пайдаланған әдебиеттер бірінші, екінші, үшінші деп тұрады ғой, сол реттік нөмірін жазасыз. Мысалы, бірінші кітаптағы 38-ші беттегі Айгүлдің жаңағы осы жеріндегі текстін алдым деп. Қызыққан адам что-то мынау күшті дүниені ізденіп, осы әріптесіміз күшті нәрсені салған екен осы кітаптан. Мен қызығып тұрмын, бұны кеңінен оқым келеді дейтін болса, сол әдебиетті қарап, қай әдебиет екен, мына әдебиетте жазылған екен, сол әдебиетті сол адам тауып, ары қарай білімін ашуға мүмкіндік беруіміз керек. Түсінікті ғой әріптестер, сондықтан әдебиеттерге сілтемені тік жақша ішінде беріп отырасыз. Әріптестерге көмек беруі, ары қарай қызыққан әріптестер болатын болса, ары қарай ізденуге мүмкіндік беру. Болдым.
әріптестер, так, 33 презентация аяқтаған